Я работаю в такси очень уже давно. Мен таксиде ұзақ уақыт жұмыс істедім. Бәрі бұрын бейресми болатын. Анықтама жоқ, еңбек өтілі жоқ. Жұмыспен қамту платформасы туралы заңнама түзетілгенге дейін біз жүргізушілер өзіміздің заңды түрде еш қорғалмағанымызды сезетінбіз. Я думал, что если я открою ИП... Ал егер мен жеке кәсіп ашсам, салық кабинеттер бойынша жүгіріп, кезекте тұратын болармын деп ойладым. Бірақ бұл әлде қайда оңай болды. Мы таксисты, раньше действительно жили одним днем. Біз такси жүргізушілеріміз, бұрын бір күнімізбен ғана өмір сүретінбіз. Бейресми түрде жұмыс істедік. Ешқандай кепілдіктер, құқықтар болған жоқ. Мен басыма бір жағдай түспейінше бірдеңе болуы мүмкін деп мүлде ойламадым. Денсаулығыма байланысты күрделі мәселеге тап болып, дәрігерге бардым. Егер жеке кәсіп болмаса, мен мәмс бойынша дәрігерге қарана алмас едім. Қаржы жағынан болсын, денсаулығыма байланысты болсын, барлығы қиын аяқталуы мүмкін еді. Знаете, у меня всегда была мечта купить себе собственную машину. Білесіз бе, мен әрқашан өз көлігімді сатып алуды армандайтынмын. Несие алғым келді, бірақ мақұлданбады. Олар жеке кәсіп болудың мүмкіндіктерін айта бастағаннан, банктер ЖК-дан кірісі бар несиелерді мақұлдайтынын бірден түсініп, мен де көштім. Я перешел в ИП, чтобы накопить недостающий трудовой стаж. Мен жетіспейтін еңбек өтілін жинау үшін жеке кәсіпке ауыстым. Қазір барлығымыздың көзіміз ашық. Мен мысалы 42 жастамын. Бірақ өзіміздің болашағымызға, отбасымызға қамқорлық жасау маңызды. Енді бұл жайында ойлап басымды қатырмаймын. Отбасылық қызмет бар, сонымен қатар мен зейнетақы алатынымды түсінемін. Тіпті жұмыстан шықсам да, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына төлемдер ала аламын. Вот, кстати, это больница, куда я обращался. Айтпақшы, бұл мен емделген аурухана. Жақында менде мынандай жағдай болды. Мен тісімді жұлдырдым, артынша асқынып кетті. Егер мәмс болмаса, мен көп ақша жұмсар едім. Қазір өзімді қауіпсіз сезінемін. Құдай сақтасын, тіпті апат болған жағдайларда мен мемлекеттік жәрдемақыларды пайдалана аламын. Қазір мен ауруханаға үнемі физикалық тексерулерге бара бастадым. Өз денсаулығымды бақылау өте маңызды. Шынымды айтсам, мен жеке кәсіпке дейін бұл туралы тіпті ойламағанмын. Ал қазір бұл мен үшін қолжетімді, тіпті тегін. Когда я стал ИП, появилась возможность. Мен жеке кәсіпкер болған кезде ресми анықтамалар алуға және табысым жайында алаңдамауға мүмкіндік туды. Табысым расталып, банктерден сұраныстарыма жауап ала алатын болдым. Өзіңізді сенімді сезінесіз, әрі ештеңеге алаңдамауға болады. Қазір менде бұрын тек армандай алған көлігім бар.